Қабыснама 9-шы тарау. Қарттық және жігіттік туралы. Перзентім, сен өзің жігіт болсаң да, ақылың қария болсын. Мен саған жігіттік салтанатын құрма демеймін. Қолыңнан келгенше оны қадірлей білгін. Жігіттің мінезі жеңіл болмай, салмақты, сабырлы болуы шарт. Данышпан Аристотель адам жігіт кезінде диуана мінездес болады депті. Ал сен де диуаналыққа салынып, надан жігіттердің қатарына қосылудан сақтан. Ашулы, ызақор болма. Ашу-ыза әрдайым пәле шақырады. Өмірдің жігіт кездегі ләззатын қастерлей білгін. Қартайған соң ол ләззатты іздеп таба алмайсың. Табылған жағдайда да жігіт шағындағыдай болмайды. Жас болсаң да өлім қауіпінен хабарсыз болма. Ажал деген үлкенге де, кішіге де, жігітке де, қартқа да қарамайды. Әңгіме. Естігенім бар еді. Бағдат шаһарында бір бояушы ұстаның дүкені бар екен. Ұста қазыққа бір көзені іліп қойып, қабірстанға адам қойылған күні бір тастан тастап, ай соңында көзедегі тастарды санап, бір айда қалада қанша адам өлгенін және жыл ішінде өлген адамдардың есебін алып отыруға әдеттенген екен. Неше жылдар бойы ұста осы істі жалықпай орындауға машықтанады. Күндердің күнінде ұстаның өзі де дүниеден өтеді. Бірнеше күннен соң ұстаны бір адам іздеп келеді. Ол адамның ұстаның өлгеніне хабары жоқ екен. Дүкеннің есігі жабық болған соң, ұста қайда кеткен деп көршісінен сұрайды. Көршісі: бояушы ұстада көзенің ішіне түсті деп жауап беріпті. Жауабыңыздың мәнісіне түсінбедім, деді ол. Көршісі айтты: мұның мәнісі, әрбір дүниеден өткен адамды қабірстанға қойғанда, ұста анау тұрған көзеге бір тас тастап есебін алып отыратын. Енді марқұмның тасы да сол ажал көзесіне түсті депті. Перзентім, жігіттік шағыңда тәкаппар болма. Кішіпейіл, қарапайым әрі ақ көңілді болғын. Әрдайым тек бозбалалармен сұхбаттасудан шектеліп қалмай, қарттармен де әңгіме дүкен құрғаның дұрыс болады. Әрбір басқосу мәжілісіне қарияларды қатыстырғаның абзал. Өйткені қарттардың білгенін жастар білмейді. Кейбір жастар қарттарды мазақ етіп ойнағысы келеді. Олар қарттарды өзіне тәуелді деп есептейді де құрметтемейді. Бұл жақсы қасиет емес. Қарттар жігіттікті армандайтындай, жігіттер де қарттықты армандайды. Қарттар жігіттікті басынан өткізгендер, яғни жігіттік арманын орындағандар, ал жігіттер қарттардың көргенін көре ме, әлде көрмей ме? Ол белгісіз жағдай. Жігіттер өзін басқалардан данамын деп ойлайды, бірақ ондай ой тек надандықтың белгісі екенін сезбейді. Перзентім, есіңде болсын, жігіттердің қатарында қарттарды да құрметте, олар туралы артық аспай сөз айтпа. Үлкендердің алдында әдеп сақта, әр сөзіңді аңдап сөйле. Әңгіме. Естігенім бар еді. 100 жасаған бір қария қолынан асасын ұстап, садақтай иілген бүкіш еңсесін төмен тастап, аяңдап бара жатқанын көрген бір жігіт оны мазақтап: «Ей, шайық, сіз осы иілген садақты қаншаға сатып алдыңыз? Айтшы, мен де сатып алайын», дегенде шайық: «Сабыр етіп көп жасасаң, бұл садақты саған тегінге береді», деп жауап беріпті. Перзентім, қарттық дәрежесіне жетсең, жігіттерден аулақ бол. Өйткені қарт кісілерге жігіттердің салты жараспайды. Ал жігіттерге қариялықтың салтын жасау көзге қолайсыз көрінетін жағдай. Сыланып сипанған қариядан қаш. Өйткені сыртын сыпайы көрсетіп, кербезденген қарияның ашуы бұзық жігіттерден кем болмайды. Сол сияқты таза емес, салақ қариялардан да аулақ жүргін. Жігіттік дәуірін ғанибет біліп, оған лайықты іс істе. Қашан денеңдегі сезім жүйелері істен шығып, есту, көру, иіс, дәм, қатты жұмсақты сезу ләззатынан махрұм болсаң, ондай өмірден өзіңде түңілесің, басқаны да түңілдіресің. Адамдардың мойнына түскен ауыр жүк боласың. Бұл сияқты өмірден өлгеннің өз абзал.
Қартайғаныңда жігіттікті аңсау қиялынан аулақ бол. Өйткені қарттық өлімге бір табан болса да жақын ғой. Барлық тірі жанның өмірі күн сипатты. Жігіттердің күні шығыста, қарттардың күні батыста. Батыстағы күн тез батады. Сондықтан да қариялардың жігіттік қиялы өзіне манасар емес. Ей перзентім, қарияларға әрдайым мейірімді бол. Қарттық бір кесел сипаттас, бірақ оның ешкім де көңілін сұрап бармайды. Қарттық бір дерт, өлімнен басқа ешкім оның емін білмейді. Сондықтан қарттар өлгенше оның азабынан құтыла алмайды. Қарттықтан басқа қандай кеселмен ауырса да, ол кеселден құтылуға үміт артуға болады. Бірақ қарттық дерті күннен күнге асқынып, жақсылықтың нышаны сезілмейді. Мен бір кітаптан оқыған едім. Адамның қуаты 34 жасқа дейін күннен күнге арта түседі. 34 жасқадан кейін төбеңде тұрған күн сияқты. Қуатың көбеймейді де, азаймайды да. Бірақ жүрісің бәсеңдетеді. 40 жасқа жеткен соң, 50-ге дейін адам жыл сайын қуатының кемігенін сезеді. Бұл сияқты жағдайды бұрын байқамайтын. 50-ден асқан 60-қа дейін әрбір ай сайын қуатын кемейді. Бұл жағдайды алдыңғы айларда аңдамайтын еді. Егер жасы 60-тан асса, әрбір сағат сайын денеге дерт пайда болатынын байқайды. Бұл сипатты дертті алдыңғы өткен сағаттарда сезбейтін еді. 60 жастан 70 жасқа дейін әрбір апта сайын денеңді дерт ұлғайып, алдыңғы аптадағыдан асқына түссе, 75 пен 80 арасында бұл кемшілік әрбір күн сайын ұлғая түседі. Бүгін көрген кемшілігің кешегіден асып түседі. Егер ол 80 жас жасаса, ол кемшіліктер әрбір сағат сайын үдейді. Өмірдің шекарасы 40 жас дейді. Өмір мысалы саты сипаттас. Сатылап 40-шы текшесіне шыққан соң, жоғарылауға жол таппайсың. Төмендеуге мәжбүр болып, әуелгі жайыңа барасың. Әрбір сағат сайын денесінде дерт пайда болған адам әрдайым шүкірлік еткені жөн. Өйткені бұл сипатты дертті өткен сағаттарда көрмегенімен алдынан шығуы ақиқат екені даусыз. Ей перзентім, қарттықтың қал жайын саған ұзақ баяндадым. Мен қарттыққа аразбын. Қарттықта мысалы бір дұшпан сияқты. Дұшпан туралы баяндау таңданарлық жай емес. Сен менің досымсың. Досқа дұшпан туралы шағым айтады. Өйткені қариялардың кесел дертін қариялар жақсы біледі. Мысалы, атам хан сарайының хакімдерінен еді. Оны нағыз хакім дейтін жұрт. Ол 80 жастан асқан қарт еді. Бір күні оған ат сатып алмақшы болды. Оның алдына бір ат әкелді. Ат сауыры төңкерілген семіз, сүліктей сұлу, аяқтары қуатты, ешқандай міні жоқ сияқты еді. Ат көңіліне ұнады. Аузын ашып тісін көрді. Жасы кәрі екен. Сондықтан да оны алмады. Мен атама қарап, «Ей ата, сіз көрген атты пәлен кісі алды, сіз неге алмадыңыз?» дедім. Атам, «Ол жігіт кісі, қарттықтың азабынан хабары жоқ. Аттың сырт көрінісіне қызықты, оған кешірімді. Мен қарттықтың қасірет азабынан хабарым бар. Мен кәрі ат алсам кешірімсіз», деп жауап берді. Ей перзентім, қартайсаң бір жерде өмір сүруге әрекет ет. Қарттықта ұзақ сапарға шығу ақылға сыймайды. Сол сияқты қаржысы аз адам да саяхатқа шығып әуреленбесін. Себебі қарттықта дұшпан, мұқтаждықта дұшпан. Бұл екі дұшпанмен сапарға шығу даналыққа жатпайды. Егер бір іс басыңа түсіп, Алланың әмірімен үйіңнен шығуға мәжбүр болсаң, басқа бір жерде тұрғын болудан сапарда жүрген жақсы. Егерде сапарың сәтті болып көңіліңе ұнаса, оны да бір жан рахаты деуге болады. Барған жеріңнен мал мен азық талап қылмағын. Қай жерде ісің өзіңе жайлы болса, сол жерге тұрғын бола білгін. Сол жерде өзіңе жақсы мал азық орна деп біл. Даналар айтыпты, жүзі жарқын адамдар басқалармен бірге жағдайының жақсы болуын армандайды. Жүзі қара жандар өз жағдайына да қарамай, азық жинап мал көбейте беруді көздейді. Егер өз жағдайың жақсы болса,
Пайдалы істі қолыңа алсаң, барынша әрекет етіп, ол істің үдесіне шық. Қолыңа алған жұмысты кемеліне келтірмей, одан үлкен жұмыс талап етпе. Жоғары дәрежені талап етемін деп, төменге түсіп қалма. Яғни қолыңа түскен жақсы затты менсінбей, одан артықты талап қылма. Артықша дәме қылсаң, қолыңдағыдан айырыларсың. Өз тұрмысыңда тәртіпсіздікке жол берме. Дос, дұшпаныңа жақсы көрінген кезде, амал өнеріңді жұртшылыққа көрсете біл. Тірлікті босқа істемегін, барлық ісіңді тәртіптеп, алдын ала ойланып істегін.